Қымбатты көрермендер, дәл қазір сахнаға бұған дейін көш бастап келе жатқан жұп шығады. Олардың бүгін қаншалықты мықты өнер көрсететіні бәрімізге қызық болып тұр. Ендеше қарсы алыңыздар, сахнада Жанболат Найзабеков пен Айгүл Қосанова. Раз, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5. О, жараңдар, бәріңде бермен қараңдар. Той жасап отырған Айгүл сынды жеңгем бар, Марат сынды көкем бар. Той болайын деп атқан үйге түк ұқсамайтын ау. Ай, асаба неғып отсың? Бейдашарың қайда, музыкантың қайда, той болатын үйге түк ұқсамай тұр ғой мынау. Дайын, бейдашар мүнтір, тамада мүнтір, музыканттар дайын, барлық дайын, қыз дайын болса біз дайын. Тоқта, жегеше! Не болып қалды? Жегеше, той болмайды! Ойбай неге? Аягөз кетіп қалды, жегеше! Қайда кетті? Саған келіншек болмайым дейді, жегеше, сен түрің жаман дейді, кетіп қалды Аягөз, жегеше. Қалай сонда? Ақша не істейміз сонда? Ай, ақшаны қайтар енді. Той болмаса қалай ақшаны қайтармайсыз? Ақшаны қалай қайтарамыз? Ақшаны қайтарамыз біз. Қызды қайтарайық та қызды. Келінді қайтарамыз? Қайтарамыз да келінді, ақша қайтарамыз. Ақша қайтарамыз, келін қайтарамыз да келін қайтарамыз. Ай, қайным-ау бері келші. Сенің өзіңде де бар бәр бәле. Май болып трактордың астынан шықпайсың. Қыздарға деген романтик болу керек қой. Бір ән арнамайсың ба, Құдай-ау, жүрген жүрісің мұнау. Ән айта алмайды дейсің ба не, жегеше мен? Енді айтпайсың. Айтам мен. Аягөзге айтам. Ал айтшы. Қос музыканы кеттік айтам мен сендерге қазір. Жаным маған дарасың, торып сезім қарасың, теңемедім өзіңе көздерімнің қарасын. Болмайтын сен деп жүрсең, сөзіміме таласың, емеңді дейін деп жүрсең, жүрегімнің жарасын. Аягөз қайда барасың? Аягөзім қадірдім, ақ жүзіңді сағындым, ұлғалғанда мен сенім, айнымайтын балыңмын, жанарыңнан айналдым. Ардақтаған алашым, бағалайтын бағасын, келін болым бергігің ардақтаған дарашым. Ағайындар бір болсын, екеуіңе жар болсын, келін болар деп жүрмін, ағайынға анашым, қарагөз қайда барасың? Аягөзім қадірім, ақ жүзіңді сағындым, ұлғалғанда мен сенің, айнымайтын бағыңмын, жанарыңнан айналдым, өзіңдей бағылдым. Бәрекелді! Олай болса, бет ашайық! Анау тұрған қайнатаңыз қаятан, бүркіттеген атаңыз, бәрінен де баталы, бәрінен де жанады. Сен келді деп қуанып, көрімдікке барынша 10.000 теңге салады. Бүркіт қайнатаңа бір сәлем. Бүркіт атасына бір сәлем. Аягөзім қадірім, ақ жүзіңді сағындым, ұлғалғанда мен сенің, айнымайтын бағыңмын, жанарыңнан айналдым, өзіңдей бағылдым. Аягөзім қадірім, ақ жүзіңді сағындым, ұлғалғанда мен сенің, айнымайтын бағыңмын, жанарыңнан айналдым, өзіңдей бағылдым. Той құтты болсын, жастар бақытты болсын. Үйленіп алғансың ғой. Ақша қайтармайсың. Той құтты болсын. Той құтты болсын. Рахмет, құтты болсын. Рахмет сіздерге. Рахмет, келіңіздер, ортаға келіңіздер. Рахмет. Кетіп қалмай. Ал Жанболат Найзабеков, Айгүл Қосанова өзінің ерекше актерлық шеберліктермен біздің көрермендерімізді тәнті қылып жүр. Маржан ханым, ұнады ма? Көңіліңізден шықты ма? Иә, әрине шықты. Керемет қойылым болды, керемет орындау, керемет дуэт. Шын мәнінде даусың сонда керемет. Енді керемет
қызықты актер екеніңізге ешқандай күмәнім жоқ қой. Артист. Өнер қырандарынан қанша енді белгі болып келе жатсыз бүкіл елге. Енді бүгін айтқаныңыз, ән салғаныңыз әрине бір таңғалдыратындай бір жағдай болып тұр мен үшін. Жақсы бір көңілге сыйладыңыз деп ойлаймын барша осында отырған көрермендерге, бізге сол үшін үлкен рахмет. Рахмет, Маржан, Бүркіт өзіңе жаңа Жанболат енді. Сәлем салды ма? Иә, сәлем салды. Ақша қайда? Ақша берейін деп едім, маған тұрма деді. Әлі де кеш емес. Пікіріңді айтсаң, қалай ұнады ма? Жанболат, сен енді сындырдың енді, мына жерде барлығын. Келінді де, қызды да сындырдың, бізді де сындырдың, көрерменді де сындырдыңдар. Сондықтан да Айгүл екеуіңіз керемет қойылым болды. Тамаша. Рахмет, пікірлеріңізге енді бағасын бағдарлама соңында білеміз. Ал сіздерге сәттілік тілейміз. Қымбатты көрермен, бұл жұптың өнері тіпті тамаша болды. Шынымен бұл жерде тамада да болды, бет ашатын азамат та болды, құда да, құдағи да, шашу да барлығылды. Бір сөз айтқан кезде біз тойға барып қайттық, бәріміз бірге тойладық. Енді әрдайым тек қана жоғарғы деңгейде өнер көрсететін бұл жұп міне арамызға келіп жетті. Сол сахнадағы образдан әлі шыға алмай жатыр. Жанболат мырза, тамаша, керемет, келіңіз. Айгүл ханым, керемет. Енді Қошемет. Бәрекелді. Міне арнайы басқа қаладан бет ашатын азаматпен тамадада келіп қалды. Айгүл ханым, Жанболат мырза, енді бұл бүгінгі егіздеріміздің санына, тақырыпқа сай әнді таңдау қаншалықты қиынға соқты? Сөйлесейші ме? Жеңешесі ретінде ма? Енді бұл әнді жаңа Жанболат айтып кеткендей, бұл енді жаңа хиттар қатарына қосылып жатқан, жаңа шығып жатқан ән. Қазіргі таңда барлық тойларда орындалып жүрген ән, сондықтан да біз осы жаңа әнді алуға тырыстық. Халыққа не дейміз? Халық айтатынымыз 75-02 санына 07 деп жау дауыс берсеңіздер болды. Иә, қымбатты көрермен, 75-02 нөміріне 07 санын жолдай аласыздар. Яғни бұл жұптың әрмен қарай жобада қалуына өз септіктеріңізді тигізе аласыздар.